Қайырлы күн достар, сіздермен Мери, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өзім түрік елінде оқып жүргенде үйренген нағыз түрік бөрегінің рецептін ұсынғым келеді. Өте оңай, үй жағдайында жасалынады. Міне осындай қатпарлы болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап жасап көріңіз. Алдымен біз жылы суға тұз салып, ыдысқа құямыз. Оның үстінен бір жұмыртқаны салып, жұмыртқаны араластырып, електен өткізілген барлық ұнымызды салып, қолымызбен қамыр илейміз. Барлық керек заттарды видеоның астында описание бөліміне жазып кетемін. Сол жердегі керек құрамын пайдаланыңыздар. Міне қамырымыз осындай жұмсақтықта иленеді. 20 минутқа бетін жауып қоямыз. Сол аралықта салмасын дайындаймыз. Отқа табаны қойып, майымызды құйып, қызғаннан кейін тартылған етімізді салып қуырамыз. Өте дәмді болып шығатын бөректің бірі, міндетті түрде сіздер жасап көріңіздер. Міне осылай біздің етіміз қуырылып бастағаннан кейін оның үстінен майдалап туралған пиязды саламыз. Пиязым мен орта болғандықтан 3 данасын қолдандым. Егер сіздерде үлкен болса, 2 данасы жеткілікті. Міне пиязымыз кішкене қуырылып болғаннан кейін оның үстінен қара бұрыш, паприка және татымына қарай тұз салып, кішкене араластырамыз. Бетін жауып, отты өшіріп, дайындап қоямыз. Міне біздің салмамыз дайын болды. Ары қарай қамырымызды алып, 2 бөлікке бөліп аламыз. Міне видеодағыдай жасаңыздар. 2 бөлікке бөліп алғаннан кейін әр бөлікті 4 бөлікке бөлеміз. Міне достар, видеоға мұқият қарап жасаңыздар, және де видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Сонда біздің бөрегіміз өте дәмді, қатпарлы және дәл видеодағыдай болып шығады. Міне барлық қамырымызды осылай дөңгелектерге бөліп аламыз. Дайындап алған қамырларымызды оқтаудың көмегімен дөңгелек етіп жаямыз. Қазір видеоға қарасаңыздар, барлығы түсінікті болады. Міне біртіндеп алып, қамырларымызды оқтаумен жаямыз. Өте оңай жайылады, өте оңай жасалынады. Міндетті түрде жасап көріп, комментарияда бөлісіп қойыңыздар. Және де менің каналымды қай қаладан қарап отырсыз, сол туралы да жаза кетіңіз. Міне достар, бірінші қамырымыз дайын, дөңгелек етіп жайып алдық. Ары қарай басқа қамырларымызды дөңгелек етіп жайып шығамыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, осы жерде подписаться батырмасын басып, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сонда менің жаңа салған видеоларымды біріншілердің қатарынан болып көре аласыздар. Міне менде 8 дана қамыр шықты, барлығыңызда да 8 дана шығуы қажет. Арасына біз сары майды ертіп қолданамыз. Сары майды ертіп алып, міне видеодағыдай тәрелкенің үстіне жағамыз. Оның үстінен қамырымызды қойып, сары майды көп мөлшерде жағып шығамыз. 150 грамм сары май бізде жеткілікті болады. Қамырымыздың арасына міндетті түрде көп мөлшерде жағыңыздар. Міне видеоға қарасаңыздар, барлығы түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Міндетті түрде осы рецептпен жасап, жақындарыңызды ауызашарда дәмді бөрекпен қуантып қойыңыздар. Барлық майымызды жағып алғаннан кейін бетінен пленкамен немесе пищевая пленкамен жауып 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минуттан кейін аламыз. Қамырымыз біздің осы жерде достар кішкене жабысады. Негізінде қолымызбен бөлек-бөлек алсаңыздар тез алынатын болады. Видеода көрініп тұрғандай қолымызбен бір шетінен шет жақтарын ортаға қарай жинап, қамырымызды жинап аламыз. Видеода жасалу жолы қиындау көрінуі мүмкін, бірақ өте оңай жасалынады. Бір жасап көргеннен кейін қайта-қайта жасауға тырысатын боласыз. Міне бір қамырымызды алып аламыз, қолымызбен оңай жайылады. Міне шет жақтарына осылай жайып шығамыз. Қамыр жаятын жерге. Қамырды жай ғана ұстасаңыздар, өзі осылай жайыла береді. Қатты тартудың қажеті жоқ. Қамырымызды жыртылып кетуі мүмкін. Сондықтан міне видеода көрсеткендей, қамырды кішкене ғана тартсаңыздар, осылай өзі жұқа болып жайылады. Қамырды жайып дайындап алғаннан кейін арасына салмасын саламыз. Табадағы салмамызды алып, 2 немесе 2,5 ас қасықтан сала отыра, бөрегімізді дайындаймыз. Негізі 2 ас қасық қоссаңыздар жеткілікті болады.
Қамырға салмасын салып алғаннан кейін видеодағыдай орама жасағандай орап шығыңыздар. Рулет тәрізді етіп ораймыз. Міне бастапқыда кішкене оралмай кетуі мүмкін. Ары қарай осылай өте оңай орама жасайсыздар. Міне достар, қамырымыз өте жұқа, нәзік болып шығады. Табамыздың астына егер сіздерде жабыспайтын болса, май жағып қана жасауларыңызға болады. Мен пергамент қағазын қолдандым. Пергамент қағазы көпшілік үйде бола бермейді, сондықтан табаларыңызға май жақсаңыздар болады. Екінші қамырды да дәл жаңағыдай етіп, жан жағын босатып жайып аламыз. Өте оңай жайылады достар. Міндетті түрде сіздерде жасап көріңіздер. Бір дәмін көргеннен кейін қайта-қайта жасағыларыңыз келеді. Бұл қамырға да 2 ас қасық салмасын салып, рулет тәрізді етіп ораймыз. Достар, барлық қамырды осылай жасап шығыңыздар. Мен сіздерге 2 қайтара түсіріп көрсеттім. Орама тәрізді орап алғаннан кейін, міне табаға ары қарай қамырымызды қойып шығамыз. Міне достар, біздің бөректеріміз дайын. Менде 2 таба шықты. Дайындап алғаннан кейін бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағып шығамыз. Немесе жұмыртқаның сарыуызы мен сүтті араластырып жақсаңыздар болады. Барлық жеріне жағып болғаннан кейін үстінен әсемдік ретінде күнжіт себеміз. Күнжіт үйде болмаса сеппесеңіздер де болады. Өте қарапайым, өте оңай, үй жағдайындағы рецепт. Сіздерге қолжетімді заттармен жасалатын болғандықтан бөлісіп жатырмын. Міне 180 градус қызып тұрған пеште беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне достар, біздің өте дәмді әрі өте әдемі бөректеріміз дайын болды. Өте қатпарлы болып шықты. Міне қараңыздар өздеріңіз. Осы видеода тыңдап көрсеңіздер, қалай қатпарлы болғаны көрініп тұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмнің өзі тәтті болып шықты. Жақындарыңызға ұнайды деген ойдамын, және де сіздерге де ұнады деген ойдамын. Осы оңай рецепті бөліскенім үшін мені қолдап, комментарийға жақсы пікірлеріңізді жаза кетіңіздер, және де менің каналыма жазылып, достарыңызбен осы бөректі әлеуметтік желіде бөлісулеріңізге болады. Астарыңыз дәмді болсын, қош сау болыңыздар.